Қуат көзін қосамын. Бәлі. Сау бол, әке. Флинт. Мына еріккеннің ермегін тастап, жұмыс тапсаңшы, ұлым. Қане? Жоқ, неге? Жай, сенің өнер тапқыштығыңнан еш пайда жоқ. Иә, құстышқандардың тез көбейгенін жақсы білем. Соның алдын алу жолын қарастырып жатырмын. Билли, қозғалмай жат. Флинт, құрбосқа өреленбей, таста бәрін. Не? Менің балық дүкеніме жұмысқа тұр. Балық дүкені? Атай көрме. Бізді балыққан асырайды. Өтіне, мынасымды аяқтайын. Электр станциясына қосылу керек. Сонда бәрі істейді. Сол кезде сардин емес, тамақ сатасың. Жұрт сардин жемейтін болады. Бұл деген тамаша ғой. Кешір, ұлым. Осы еріккен жетер. Әке, бір нәтиже шығарам осыдан. Апам да білген. Апам қайтыс болғалы 10 жыл болды. Апам да емес, әкем маған сенбейді. Жарайды. Жүр дүкенді ашайық. Тим мен баласының балық дүкені. Ұнай ма? Абайлашы, Бөпе бренд. Бөпе брендтің сардинан. Балықтал қапта өндірілген өнім. Сардинді жеуді бұрынғы заманға қалдырып, болашаққа жаңа қадам жасай. Ол сардиндік туризм. Міне! Ешкімнің рұқсатын алмастан, қазынадағы бар ақшаны осыған жұмсадым. Ашылу рәсімі бүгін түсте болады. Бөпе брендтің өзі келемдеп уәде берді. Қызықтан құр қалмаңыздар. Сәлем! Қалайсыңдар, жігіттер? Сәлем! Мұна Бөпе бренд қой. Не істеп отырсың? Менің суретім. Ой, менің суретім бар қораптарды жинап отырмысың? Бүгін түсте менің не істейтінді теледидардан кім көреді? Бүгінгі салтанаттан кейін қаламыз кедейшіліктен құтылады. Жүріңдер! Сардинді туризмнің ашылу салтанатына барасың ба? Не ғой, әке, өзің бара берші. Ал мен жұмыс істейін. Рас па? Жалғыз қолыңнан келе ме? Иә, әке. Алаңдамай бара бер. Жарайды. Жарты сағаттан соң қайтып келем. Жақсы. Сау бол. Мына қала маған аздық етеді. Мені күллі әлем таныса ғой. Міне мынау әлгі атақты адам деп айтатындай болса шіркін. Сол арманыма бүгін жетуім керек. Әйтпесе, өмір бойы сардин жегіш делқұлылардың бастығы атанып жүрермін. Өмір бойы. Мен айтып тұрсыз ба? Сен емес, Брен. Жоқ, сен маған баламдай болып кеттің ғой. Армысыңдар? Мұнда әлемдегі ең атақты ойын сауық саябағы орналасқан. Тағы 17 мың гига джоуль керек. Бұл саябақ